Бәрін жеткілікті алыңдаршы, жарай ма? Негіз ана өткеннен қалған жақсы арап-шараптар бар. Болмайды ол. Жаңарақ бір қымбатырақ дегендер. Болды, Арыстан. Ел қарап тұрып болсын, бақтыршы. Қайдасы жүр тез. Есаға, қойыңшы түсірмей. Тұжының карантині. Біздің ауылдың әкімі Сәбит Мамырұлы өзінің қызметтік көлігін жеке басына пайдаланып, әйелін мінгізіп қойған. Ал анау шопыр да үкіметтен жалақы алып отырып, әкімнің әйелін тасып жүр. Я, демек бұл дегенің әкім отбасымен бірге үкіметке зиян келтіріп жүр деген сөз. Мінекей.